Сәлем достар, менің есімім Байтабынов Дархан, мен директордың сыртқы байланыстар жөніндегі орынбасары. Жалпы білім саласында менің еңбек өтілім 14 жыл, ол 14 жылдың ішінде 7 жыл информатика пәні мұғалімі ретінде және де директордың орынбасары ретінде жұмыс жасадым. Одан бөлек соңғы 6 жылда түрлі мектептерде директорлық қызметтерін атқардым. Шоқан Уәлиханов атындағы жекеменшік мектепке келу мақсатым бұл жерде 3 түрлі жұмыспен айналысам. Оны атап айтатын болсақ, біріншісі CIS аккредитациясын енгізу. CIS Council of International Schools халықаралық ұйым. Мектепке аккредитация алған жағдайда қолдау көрсететін ұйым болып табылады. CIS аккредитациясын алған жағдайда мектеп жоғарғы стандарттарды орындайды. Белгілі бір ресурстарға қолжетімділік ашылады. Халықаралық деңгейде мектептің мәртебесі артады. Тұрақты даму мақсаттары. Орысша айтатын болсақ, цели устойчивого развития. Бұл мақсаттар Біріккен ұлттар ұйымы тарапынан 2015 жылы қабылданып 2030 жылға дейін қойылған бір мақсаттар. Бұл жерде 17 мақсат бар. Әрине, Шоқан Уәлиханов атындағы жекеменшік мектеп ретінде біз өз мұғалімдерімізбен бірлестік жетекшілеріне мақсат етіп қойдық. Келесі менің жұмысым бұл ата-аналармен жұмыс. Мектеп, ата-ана және оқушы ретінде біз оқушыларымызға сапалы білім және саналы тәрбие беруде көздеп отырмыз. Ата-анамен жұмыс дегеніміз не? Біздің мектепте бейресми ата-аналармен жұмыс жасауды мақсат етіп, бұлар волейбол ойыны болуы мүмкін, кофе-монингтар болуы мүмкін, түрлі эстафеталар болуы мүмкін, интеллектуалды ойындар болуы мүмкін. Осы секілді ата-аналарымызды біз мектептің іс-шарасына белсене қатысуына қолдау жасаймыз. Сол уақытта біздің оқушыларымыз, біздің балаларымыз сапалы білім мен саналы тәрбиені ала алады. Құрметті достар, құрметті көрермендер, жалпы Шоқан Уәлиханов атындағы жекеменшік мектебіне сұрақтарыңыз болса, күтеміз.